Бүгінгі студияда Есен Жүсіпбаев. Қандарыңыздар, бармысыздар қаражарлықтар, амансыздар ма қазақстандықтар? Қаражарлық клубына қош келдіңіздер. Олай болса, бағдарламамызды бастаймыз. Ал бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарын шақырсақ, бірінші қонағымыз ол осы ауылдың бірде-бір әйелінің қолынан келмейтін жұмыс жасап жүрген әйел адам. Кеңес одағы кезінде атақты механизатор болған әкесінің жолын басып, жолдасын жанына отырып, трактордың тезегішін ұстап, шөп шабуға көмектесіп жүрген ардақты ана, балажан әже, ауылдасымыз Абу Жанар Базарбайқызы. Екінші қонағымыз жер өртемей аты шыққан үлкен кішкентай адам, актер, интернет жүйесінде мыңнан астам просмотр, лайктар жинаған, Қаражар ауылда тұңғыш рет түсірілген кино Аңшы бала атты қысқаметражды фильмдегі Аңшы бала Асуанның рөлін сомдаған Темірбай Асуан. Бағдарламамызға қош келдіңіздер. Диванға жайғасыңыздар. Алдарыңызда шырын нектар столичный сүйіктілермен бірге демалдық. Отырыңыздар. Бұл бағдарламаның бір-екі шарты бар. Бірінші шарты әр 3-4 минут сайын әзіл айтып отыру. Сондай форматта бағдарлама. Екінші шарты келген қонақтарымызға сыйлықтар табыс етеміз. Біз ұжымызбен сіздерге не сыйласақ екен деп көп ақылдастық. Асуанға видеокамера керек дедік. Жоқ, оған видеокамера керек емес. Ол кино түсірмейді, ол киноға түседі деп жатты біреулер. Жолға тайып деді біреу. Ей, жолға ақшан қайда табасың, басын тимеді біреулер құттай ашықты. Олай ойлап, былай ойлап, Асуанға ең жақын, ең қымбат, ең жақсы көретін ұшақ керек дедім мен. Құрметті көрермендер, қалай ойлайсыздар? Асуанға ең қымбат не нәрсе? Дұрыс. Асуанға өте қымбат, ол ең жақын досы. Кинода орманда адасып кеткен жерін тауып алған иті Ноян дедімде, мен мынадай суретке заказ бердім. Бөлмесіне Аңшы бала күн атынан өстерекке. Ал сізге Жанар, мен не сыйлайтынымды бірден таптым. Сіз шөп шауып көрдіңіз, шабылып жатқан шөпті көрдіңіз, әртүрлі шөптер көрдіңіз енді. Бидайық, жұмырғияқ, жейтнияқ, гүлдері бар, гүлдері жоқ. Бірақ мынадай шөпті сіз көрген жоқ шығарсыз. Ал енді бағдарламасын қошеметтер жартады. Бағдарламамыз қош келіп қалсыздар. Менің сіздердің қызмет істеріңіз жайлы, өмірлеріңіз жайлы біраз дайындатқан сұрақтарым бар. Рұқсат берсеңіздер. Асуан, саған мынандай сұрағым бар. Актер болу қалай? Осы Аңшы бала атты киноға түсу саған ұнады ма? Ұнаса, түсіру кезіндегі ең қызықты сәттерін айтып берсең. Маған осы Аңшы бала фильміне түскен ұнады. Өйткені бұл менің бірінші қадамым болды. Яғни енді маған түсіру кезінде ұнаған сәттері әлгі осы ана ит бар ғой, көрген шығарсыздар. Ана ит үріп мені іздеген сияқты болады ғой, бірақ өзі ол мені іздеген жоқ. Ана жақта жаңатақта мені жоқлап тұрды. Сол үшін сосын тағы біреу ана ұрадан шыға алмай жатқанымды көріп келдіңіздер. Ұрадан шыға алмай жатқанда негізі біз үлкен раз деген болатын. Қауымат енді қас қарайып кетті, аяз
қондық, сосын ағаштың түбінде кішкентай бір ойық бар екен. Соның үстіне жаттым әзерсейін. Қолым шығарып кетіп балтаны қазақ тұрамын бір. Әлі шалмай Камераның алдында жылау, күлу, өзімен өзін сөйлеп жүру қиын емес пе? Қиын енді. Оның бәрін өтірік істейсің бай. Оның бәрін шыққан сен. Сценарий бойынша істеуің керексің. Ал шын өмірде болатқан жоқ. Енді сен киноға түстің, пьесада ойнадың. Енді дәл осы жерде дәл қазір бір-екі әртүрлі көңіл күйдегі қысқа рөлде сомдап бере аласың ба? Енді келетін болсақ, мен Аршы бала фильмінен сәл үзінді. Қасқыр, шабам, жағам, кел, шабамға жағам. Жақ. Бәрі келді. Болды. Жақсы олай. Пьесадан бір өзіңді көрсетесің ба? Пьесадан бір өзіңді. Апа, көкем неге ашулы? Әкем Францияға кетпейміз дейді. Біз Францияға кетеміз бе? Онда атам жалғыз тұрады ғой. Бізді іздейді ғой. Ой, ақымақ болды әкесі сияқты. Жоқ ба, біз ешқайда кетпейміз. Біз осыдан түнгі сахнада боламыз. Отыра ғой. Темір Баясуан, актер. Жанар, сізге қоятын сұрақтар мынадай. Тракторда жұмыс істеу қаншалықты ауыр екенін сырттан естігеніміз жоқ. Білеміз, көрдік. Ал сіз Серік ағамыздың жанында тракторда жүрген күндеріңіз болды. Тіпті трактор істен шығып қалған кезде ремонт жасауға көмектеседі екенсіз. Сол осы жерден рас па өтірік пе? Рас. Трактор істеу өте қиын. Енді әрбір саймандардың өзі орындарын өте қиын. Енді өзім көзім көрді ғой, екеуміз ұрысып та қаламыз. Сол бір сайманды бір келтіре алмаған кездерде болады. Шөптің басында дөп-дөп сайын далада, поляда жатқан екеуміз екі жақта кетіп қаламыз. Олай болса, бірінші рет тракторға қашан отырдыңыз? Сол тұрған бір ауыз сөз айтып өтсеңіз. Тракторға 2002-ден бастап қасында енді отырғанда ол кезде білмеймін ғой, маған тырнауғышты несін көрсетіп қояды, сонымен шөпті қатта отырып, артқа қарап шөп жинап отырамын. Сол. Жақсы, бәрекелді. Сіз трактор жүргізіп, ремонт жасап білемін дейсіз. Олай болса, біз сізді бір сынақтан өткізіп көрсек. Қазір трактордың әртүрлі саймандарын көрсетеміз, суреттерін көрсетеміз. Сіз сол заттардың аттарын айтып өтсеңіз. Сіздер көрермендер көмектеспеңіздер. Экранға назар аударайық. Сенеймін. Айттыңыздар. Қазауыз. Мынау әлгі форсунка. Форсунка. Мынау картальный вал. Әйдемеңіздер. Келесі. Пустушка. Оқтау. Стиральный машина. Бәрекелді. Өмірдің суық ыстығын, ашсын, өз бойымен сезген. 4 баланың анасы, 7 немеренің әкесі. Жолдасым сүйікті жары, Жанар алдатын жасап қосыңыздар. Мен команда осы бағдарламаны дайындап жатқан кезде естідім. Осы 17 желтоқсан жаңағы атамыздың туған күні екен. Соған енді оған дейін уақытымыз бола ма болмай ма бүгін құттықтап қояйын дедім. Бере жатқан дуаңыз бе? Асуан, саған оралатын болсақ, сен осы кинодан кейін халық қалай таниды деп ойлайсың? Мынау көбірек халық танитын болған шығар енді. Интернет жүйесінде, Мой мир, ВКонтактеде, нравится, добавить друзья, немесе бір жолда, басқа ауылда, басқа қалада кездескендер болды сонда? Енді интернет желісінде кездескендер болды. Бірақ осы жолда кездескен болды. Павлодар қаласынан осы енді сабаққа дайындалып келе жатқанда, Торғай ауылының бір тәтесі алдынан ат шыққанда өзім шошып кеттім. Сен Гүлжанның ұлысың ғой, киноға түскен дейді. Өзім сасып көзім бадырайған түріне қарап қалдым. Бәрекелді. Актерлер осылай көрген жерін танып жүріп қалып. Біз де соны зерттеп білейік деп,
сен тура халық ортасынан бір сұрап өткіздік. Асуан деген кім деген танисыздар ма? Танисыздар. Сынақ, мына кісі ашып ала ғой. Ашып кинода түсіп кетті. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Мына кісіні танисыздар, мына кісіні. Асуан ғой. Аңшы бала. Жақсы, рахмет. Аңшы бала фильмде түскен бала ғой. Асуан. Аңшы бала. Бала танисың ба? Кім ол? Кім? Қошеметтеріңіз, аңшы бала, фильмнің аяқталады. Асуан, Голливуд немесе Болливуд сияқты үлкен бір кинокорпорация саған ұсыныс жасаса, 856 сериясы бар сериалға түсесің бе десе, оған қалай қарайсың? Мысалы, болды ғой, Ананди, оны аңшы балам деп болады сонда. Қалай қарайсың соған? Енді келісім берішеді, бірақ бір шартым болушы еді. Бірінші серияның басында өліп қалам ба, сосын қайрадан қайтып келем бе деген сұрақ. Дұрыс сұрақ, орынды сұрақ. Енді мен өзім бір елестетіп көргенмін. Егерде Асуан шетелге киноға түсуге барса, ол қалай болар екен деп. Соны қазір бәріміз елестету үшін экранға назар аударайық. Аңшыға бір деген осындай кино шығушы еді, Асуан шетелге барса. Терминатор бала, боевик. Аңшы бала против хищника 2. Ужас, боевик. Рахмет. Жарайды, әңгімеміз қызық болып жатыр. Әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, бүгін тарихи сәт. Естеріңізге сақтап қалыңыздар. Қаражар ауылында бұрын болмаған нәрсе. Дәл қазір алдарыңызда Жанар Базарбайқызы өмірінде бірінші рет сахнаға шығып отыр екен. Қошеметтеріңіз. Сахнаға шығу оңай емес. Мен өзім сахнаға шыққанда қолым аяғым дірілдеп әзер шығамын. Әзер едім. Сіз енді бірінші рет отырсыз сахнада. Қалай сезініп отырсыз? Жақсы бір жағынан кішкене қобалжып отырмын. Қобалжисыз, көрдік бәріміз. Өзім де қобалжып отырмын. Құрметті көрермендер, екінші тарихи сәт. Осы ауылда 38 жыл бұрын болған нәрсе биыл қайталаныпты. Дүниеге Іңкәр мен Інжу деген егіз балалар келді. Сол егіз балалардың әжесі Жанар апамыз. Жанар, сізден енді бақытты адам жоқ шығар енді. Жаңа айтып өттім, 4 баланың анасы, 7 немеден бай отырсыз. Соған байланысты сізге бір сұрағым бар. Өміріңізде ең қызықты, қуанышты немесе бір есте қалған бір оқиға айтып бересіз бе? Енді бір есте қалған бір не бар, қызықты. Енді 2003-та, 2002-де ме, өткен ұлым 11 бітірді ғой, 11 бітіргеннен кейін қалаға барды. Оқуға түсті. Енді сосын бір туған күніне қарай бардым өзім, ақша алып, үстіне бірдеңе әкелейін деп. Енді қалаға барғаннан кейін өзі жөнді біле қоймай, қаланы өзі қосып алды. Содан авторға алып барды мені. Авторға алып барды да, артынан жүрім, алдына түсіп алған, мен артында Омарханға айтам, Омархан мынандай киімдер тұр, мынандай киімдер тұр. Ол киімге қарамайды, жүріп барады, мен артынан шаршап қалдым өзім. Артынан еріп жүрмін. Бір кезде тұрып келді, таптым деп, мен неменен таптым? Сөйтсем анау электрический дейді ма, лестница бар ғой.
соны маған көрсету үшін анада жүргізу үшін соны маған енді армандайды ғой әр адамның арманы болады, мақсаты болады. Сол туралы бір айтып өтсеңіздер. Негізі менің арманым шынымен де расында үлкен киноларға түссем деймін. Бірақ киноға түскенде ең бірінші бастаған осы қара жерде бастасын деймін. Арманды орындауыңызды айтасыз, сіздің арманыңыз. енді менің арманым енді әрбір ананың арманы балаларын өсіп бақытты қылдым. Енді артымыздан немерелеріміз үлкен азаматты оларды өсіп Дұрыс, жақсы. Бір сахнаға бір сөз шығып тұрсыз. Үйде бір өлең айтқан, бір ән айтқан, немесе бір көркем сөз мүмкін айтып жүрген шығарсыз. Трактормен шөп шауып кетеді. Ондай бірдеңе. Қазақстан халық жазушы Фариза Оразалованың өлеңдері баланың еркелігі. Баланың еркелігін шытынап көтермейміз. 3 жаста ел сенімін ақтаса екен дейміз. Ойлаймыз, жүгірмесе, сұрақтар бермесе, көр жерде үнілмесе, жаныма келмесе деп. Жүр дейміз алыстан боп, қабеттің қара күздан, өзіміз данышпан боп туғандай анамыздан. Туған жер, туған ауыл қымбат маған деген. Туған жер, туған ауыл қымбат маған, ешкімге бұл сезімімді бұлғатпаған. Мен оның өзім ғана сезінетім, қастерлі қасиетті жырлап бағам. Ол деген менде сезім бөлек, жатпаса келгенімде өзімді елеп, ал оның қасиетін сезу үшін тек менің жүрегіммен өзім керек. Енді біздің бағдарламамызға келіп түскен сұрақтарымыз бар еді. Соны оқып берсем сіздерге. Жаңа бірінші сұрақ сізге кетті. Сұрақ қоюшы аты жөнін жазбапты. Балаларыңыз ер жетіп, өмірдегі өз жолдарын тауыпты. Ал қазір сіз бәрі жүрген немелеріңіз өскенде кім болады деп ойлайсыз? Иә. Енді ол енді бір Алланың алдында несі ғой, кім болатыны. Кәдімгі енді өзім үлкен бірінші немеремді Әлияны дәрігер қылдырамын деп арманым бар. Рахмет. Екінші сұрақ. Zura.77 деген көрерменнен келді. Сейдік аға, екеулеріңіз қалай таныстыңыздар? Ол енді екі жай. Ол трактордың ішінде емес қой, ол базда. Жұмыс орында ғой. Жұмыс орында. Служебный роман. Сәтбек номер 16 деген көрерменнен мындай сұрақ келді. Машина жүргізіп білесіз бе? Жүргізіп білсеңіз, қандай машина жақсы деп ойлайсыз? Жоқ, машина жүргізу білем, бірақ та жүргізіп көрген емес, өзім не қорқам өйткені встречный машиналардан. Былай білемін. Келесі сұраққа соған сақандан сұрақ. Онико деген кісі хабарласыпты бізге. Мектеп бітірген соң қайда барып оқисың? Кім болғың келеді? Мектеп барған соң бітірген соң мен МЖУ-ға түсіп. Кімді МЖУ-ға? МЖУ дегеніміз мал жайлау университеті. Негізінен енді шынымды айтсам, мен түс көргім келетін мамандығым сәулетші мамандығы. Өзім соған түскім келеді. Келесі сұрақ. Қуан.99 деген кісіден келіпті. Қандай әндер жақсы көресің? Рок әндер саған ұнай ма дейді. Негізі мен рок әндерді тыңдамаймын. Бірақ енді қазақша әндер тыңдаймын. Оның ішінде енді Торғали Төреәлінің әні, Мейрамбектің кейбір өлеңдері ұнайды. Енді өмірге байланысты. Сол сияқты көптеген. Енді тыңдаймын, бірақ рок әндерді тыңдамаймын. Мен мысалы тыңдаймын. Скелет деген рок группа бар. Соны Hero деген өлең бар. Соны бір күн тыңдап көрші саған ұнайды өле. Айнан алдына тұрып бейт.
енді кетіп тағы да сұрақ асуан саған мынандай. Асуан былтыр киноға түсемін деп үйден бір кішкентай балтаны алып кетіп жоғалтып келдім. Енді ағаш жаратын үлкен балтын таба алмай жүрмін. Қайда тастадың? Оны да жоғалтсын, сирағын сындырып жүгірмек деп Ержан деген көрмей хабарласты бізге. Жайтен, нағашы, кеше оны өзіңіз жұмысқа алып кеткенсіз. Оны да жоғалтқан ғой кісі. Құрметті қонақтар, келесі бөлім ішкі туризмді дамыту деп аталады. Келген қонақтар туған жерінің, біздің ауылымыздың керемет табиғатын интернет жүйесіндегі көрермендерімізге 1 минуттық презентация арқылы айтып өтсеңіздер. Енді бізде керемет жер бар, Сарытөбе, Мардашоқы, бір басынан шықсан Астана көрінеді, бір басынан шықсан Алматы көрінеді дегендей. Жидегіміз бар, жемшелік бар, камераға қарап, соны айтып өтсеңіздер. Біздің ауылдың табиғаты деген жақсы ғой. Әсіресе жазды жылдан өзіміз күтеміз, жылдан жаз шықса екен деп. Жидек теруге барған өзінде де жақсы демалып қайтасыз ғой. Кейбіреулері машинамен келіп, көлікпен келіп демалып жатады. Біз өзіміз жидек теріп демаламыз, рахаттанамыз. Ал енді қалай бүгінгі кеште Қаражар ауылын енді көрсетсек, Қаражар ауылы өте керемет. Көк майса шөбінің иісі бұрқып тұр. Келсеңіздер, мысалы, көп адамдар ағарып кеткен, қарайға көлдің басына барады. Бізде амалсыздан қараясың, көзден жидек тересің, жолдың басына сатасың. Амалсыздан қараясың. Анан өтіп кеткен тозыр. Сондықтан қалай жаздың күні келіп біздің жақта қараймыздар. Жақсы. Батареяда отып қойдыңыздар ма? Немесе жолда бір өтіп кетіп бара жатқан мен сияқты 500 бір 1000 теңге, 100 000 теңге тауып уақыттарыңыз болды ма? Қанша? Онда біз қазір соны тексеріп көрсек. Бізде мына бір құрал бар, жол болғыштықты, болмағыштықты тексеретін. Екі бірдей жәшік. Енді жасы үлкен жанашсыз ғой. Біреуін таңдаңыз, сосын көреміз. Сіздің жолыңыз болды ма? Болған жоқ. Біреуін айтыңыз, мынау. Осы ма? Нақты осы. Мүмкін ол? Мынау ма? Ашамыз бар? Жоқ. Қалай білесіздер? Жоқ, бар. Сіз рас жолы болғыш адам екенсіз. Сіздің жолыңыз болды, құттықтаймыз. Мынау екінші жәшікте ештеңе жоқ. Ақша деймін, қолдың жері. Е, сіздің жолыңыз болды, ақша болды. Рахмет, қасыметтеріңіз. Жол болды. Енді келесі айдарымыз біз келген қонақтармен ойнаймыз. Бүгін бізде бағдарламамызда музыкалық ойын. Енді ойын шартын түсіндірмес бұрын біз үшеуміз түнгі сахна командасы бар. Енді көрермендер арасынан бір 3 кісі шықса. Біз бір. Ал сіздер бар. Вологда. Вишня. Сосын? Зимняя вишня. Бар. Айтыңыздар. Ашықтар бірдеме. Мын жақ сіздердің жанкүйерлерің көмектесіңіздер. Мын жақ біздің жанкүйер болсын. Ал көмектесіңіздер. Ғадан. Ғашық оты жанады, жана берсін. Біздікі Дударай дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай ерке, вай, ерке, вай.
Yokken Özbekçe. Жаңадан да Özbekçe. Жасыл жайлау, көкірем, көкірем. Зима қалада. И уносит меня, И уносит меня. Посмотрите, Как дела у тебя? С кем живешь? қалқалай. Көмектесіңдер шыққыдан бар ғой. Сіздер толай. Лейла, қалқамай. Миллион вопрос. Наедин Ауразға күнігі жердің кірігі. Қиынат бітісті ғой. Наурызым. Басқа не деймін? Одан алсай. Он алсайш. Опа, Gangnam Style. Бүгінгі бағдарламаның бір қонақтарына Жанар апамызға, актер Асонға жаққа бір доғал жапа. Бұл бағдарламаның жалғасын табады деп ойлаймын. Келесі кездескенше саламатта болыңыздар.